Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер өте қарапайым әрі дәмді кеспе көже дайындайтын боламыз. Менің арнамда сонымен қатар басқа да түрлі рецепттерге толы, сол үшін қоңыраушаны басып қосылып қойыңыздар. Алдын ала біз етімізді жуып, қазанымызға салып, қайнатамыз, жақсылап тұрып, бір қайнағаннан кейін астын басып, көбігін алып, бір жарты сағат, бір сағат көлемінде етімізді пісіреміз. Енді етке байланысты, достар, сондықтан да бір сағат мүмкін, бір жарым сағатта болуы мүмкін. Және де осы сорпаға етке дәм беретін жуамызды, пиязымызды, болгар бұрышын және сәбізді салып бірге қайнатқан өте жақсы, соған кеңес берем. Міне етіміз пісті, сорпамыздан алып, суытамыз, дайындаймыз. Біз үшін өте қарапайым, бірақ дәмі өте керемет. Сорпаға мына сәбіздің, болгар бұрышының дәмі өзара бір ерекше беріп тұрады. Бұл жерде келесі салатымыз картопты салып бір қайнатқаннан кейін, бір 5 минут қайнатқаннан кейін кеспемізді саламыз. Менің кеспемді елеген өкінішке орай үзіліп қалған, түсірілмей қалды. Міне етімізді майдалап турадық. Тамаша кеспе дайын болды. Ас болсын.